hürmet konuklar, mertebeli meymanlar. Енді соңғы түйініп жүк ауыр дейді қазақта. Менен сол жүкті ауырлатпастан, осы Байза көке менен Зағира жеңгемнің барша кластастарын, құрбы құрдастарын, қаладағысы бар, даладағысы бар, менен бөліп жармайын ауыл қала деп. Барша достар деп шақыратын болам. Әрине сіздерді аттарыңызды атамайым, сөзді түстемеймін. А класы, Б класы, вагон класы, орыс класы демейміз. Барша алсекілер, жұбайларыңызбен бірге қыздарды қосылып көріңіздер. Ağaların jengелерінен, жеңгелерінің әпкелерінен olmaydı. Assalamualaikum dostlar. Al jengine жазасы. Dağızlar kesілмей. Қандай достар керемет. Жаман адам үйінің сыртын таспен қоршайды, жақсы адам үйінің сыртын доспен қоршайды дейді. Міне менің Байза көке мен Зағирада жеңгемнің жас екенін сіздер қалың достардан байқап жатырмыз. Ал енді бірімізге біріміз бізділектес, бірімізсіз бірімізден түк өтпес. Бірге жылап, кішкентайдан бірге ойнап, бірге өстік. Доспыз ғой, біз арамыздан қыл өтпестік деп жатқан барша достар. Енді тілектің басын қыздардан бастайық. Қыздардан бастайық. Қалайлар естағылар. Әпше келіңіздер, ордан еш қыздар қалма. Енді қызды қашанда қазақ құрмет тұтқан, сыйлаған, төрге шығарған, сөз берген бірінші. Сондықтан сіздерге сондай құрметті достар бірінші сөз берген осылар беріп жатыр. Бір құрмет жасап қойыңыздар. Кешара құрметті қонақтар, Байзақ досым, туған күні құтты болсын. Тас екеуің қосағаттайыңдар. Мына достарыңның көптігі, жекжатыңның көптігі өзімнің көріп тұрған жүзім бермейді. Рахмет, осыншалық құрметің бар екен. Ешқашан біз кластастарым өтіп, төрт көзіміз түгел жиналмағанбыз. Біреуде анау, біреуде мынау секілді көп. Сол үшін барлық достар денсаулық тілеймін бәріңе. Дендерің сау болсын. Байзақтың туған күні құтты болсын. Немерелердің, шөберелердің рахатын көре берсін. Үйінде тек той болсын, тойға дастарханды жайыла берсін. Мына бүгін кешке ұзақтан алыстан жиылған қоғам қайраткерлері деп қояйық. Мына бүгін 10 жылдың бірі оқыған сыныптасымыз Байзақ Базеке, мына зейнетке шыққанымыз, зейнеткерлігіміз, зейнет жасына жеткеніміз құтты болсын. Өткенде бәріміз құттықтап жатыр, жасын айтқан жақсы ғой, жақсы бөліктен көп болады деп. Мына төс бөлігіміз құтты болсын, Құда қаласа.
мына біздің группаның жаңағы ең үлкен бір құрметті, ізетті, игілікті, бар ақпаратты таратып отырған жақсы игі біздің абзал сыныптасымыз Байзасы, сізге үлкен рахмет. Міне бүгін дос-жаран, құда-құдағиларымызды бір класс деп көрмей бәрін ұзатпай шақырып, көрмеген, қырғыздан бері көрмеген сыныптастарымызды көрсетіп отырсын. Жаңа өзің айттың өткенде, адамның қуанышы екі көзінде деп көп қуанып отырмыз. Бұл 60 жаста тіреліп қалмаңыз, үлкенде жастарға, биік шыңдарға жете беріңіз. Тек қана жақсылық тілеймін, достарыңызға береке болсын. Мына қаншайымыз екеуінің досты гүлдей болып жайнап жүре беріңіздер. Мына бүгініміздің Байзақпенен қаншайымы Сағираның тілегіне арналған мынау жаңа раза болса кішкене сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Біреу әдемі сый-сияпатыңыз бар, киіз деп тұрса болмайды деп айта алмаймыз ба, дұрыс па? Мархабат табыс етіп қойыңыздар. Қыздардың атынан қой жалпы, иә? Өзімізден. Қыздар қауымдардан. Қошемет! Қандай керемет! Ал деген қыздар жазасын! Байзақ көке, бала шапаның барлығы жарасып тұр. Мынаусы бірақ ерекше кетті мынау. Иә, қыздардың болғаннан кейін бір ұзын емес, қысқа емес, жағасы да ойылды дөп түсіп тұрған. Бөрікті айтсайшы, бөрікті. Мынау анау шапан емес екен, көріп тұр, тойдан тойға жүрген. Кешегі Албайхандар келген шапақ қол жауып қойды. Ал қыздар рахмет, әпкелер барлықтарыңызға қалған бос кісілер қосылды. Ал енді класстастар қауым қайыр бастайсыз. Қайда тамақ сіздерге ағаларымыз ама? Келіңіздер ағалар. Ортада шалдың баласы. Ола салттың басын келе берейін. Сіздердің сағаттарыңыз бұлай жүре ма? Бұлай кетті. Ал кеше бүгінгі тойға жиналған көпшілік бүгін Байзақ досымыздың 60 жасқа туған білеген Байзақ туғаның құтты болсын. Әрдайым осындай қуаныш күнде көп болсын. Мынау жаңа айғанда санам келін болсын, 60-ың жартысын жасап. Ары қарай жүргенсіңдер. Мынау қуанышты көп болсын. Біз әрдайым сол куәсі болып жүре берейік. Байзақ достым, мына бүгін мерейтойың құтты болсын, мына 60 жасын. 60-тың және жасай бер, мына бала-шағаның қызығын көре бер, небелерінен. Мына Зағим екеуі бір жасықта артая беріңдер. Мынау денсаулығың мықты болсын, мынау әрдайым жиған терген мына тойға болсын. Мынау және жаңағы Зейнетке шығасың ғой, Зейнетінде Зейнетті көре береміз. Семьяң әрдайым бақытты болыңдар. Ал мына аптырылығын көпшілік қауым. Бұның бүгін бәрінің бастырып отырса себебі мына Бәкек арқасы. Бәкек, мына бүгінгі 60 мерейін құтты болсын. Бәкек, мына шалын мерейтойы құтты болсын. Мына бірінші байлық денсаулық дейміз. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мына 2000 жылы барлық мына отбасыларыңызға бақыт, береке, сымақ келсін. Жылдар жылға өйтіп 68-ден жасай берсін. 60-ның құтты болсын бәрімізге. Өйтіп тойлап, сізіміз жоғалмасын. Мына 68-дар көріп тұрсаңыз қандай мықты жігіттер, мына қыздарымыз қандай, үйіп бәріміз. Ура 68-дар! Бәке, мерейтойы құтты болсын. Ой, бәрекелді. Трио, жайғаса қойыңыздар, трио. Ерге, бірге өтсіңіздер.
Bunlar şu şalındalarımızda yolmaya alga çıkma. Ne yapalım? Kökesinden kökese tamam. Olar tek biz moğdayınlar, pamaz moğdayınlar turduğuzun işine. Koymuş kene oğlan ekin körmeyecektim göre kovalarına. Ya. Bayılda. Әдері бүгінгі тойда құтты болсын. Жалпы бұл шаңырақта той болсын, сөзге шорға келіп, той құтты болсын, той-тойға жалғанда берсін. Hoşçakalın özüm kişkende dinleniz. Kişkende şeylik tez kaydet deydi. Tағы da жол көрсетіп қойыңыздар ағалар, енді келесі кішкентай келді болмассыз ғой. Аз екенге береміз, Асқарға келеді. Қолдау қойыңдар әдемдер. Негізі Нұрлан алпысқа толған мен едім бірінші. Мына нешекте сөйлеп қой деп бейді. Негізі бәке, мына алпысым деген сәл қиындау керек. Бұрын сәл мәген дегенмен бүйтіп тұратым алпысым дей сапсен. Қараймай қалым. Өте кәріге жа. Құдай мына туғаның құтты болсын, ел сау болсын. Мына өсіріп жатқан болыңызды Захир екеуі көріңдер. Әрдайым жақсылық болсын, әнлеріміз бәрі осы жасқа жете берсін, той-той боласа берсін. Айналайын құрдастар. Мынау Байзақ маған Рахим емес, Сәкен емес. Байзақ Исақұлы емес. Ой маған Байзақ. Жоқ растар ғой. Растар топырақта бірге өскен, көшеден өскен бала бұл. Қай дәрежеде өссін, қой, Назарбаев болсын, қой, кім болсын, Байзақ болды. Байзақ. Так что бәріміз құрдаспыз. Әркім сыйлағаны қолы. Бұл жерде барлығы сыйласып жүрген адамдар келіп отыр. Біз негізі аз емеспіз. Өте көп қауымыз. Соның ішіндегі бір 20-30% келіп отырмыз. Егерде бәріміз қосылсақ, Байзақ болып тұрғаныға адам сыйламайды. Дұрыс па? Байзақ. Сондықтан әркім сыйлағаны қолы. Байзақ өркенің өсе берсін, жасына жас қосыла берсін, ұрпағын өсіп өте берсін. Сол қуанышта, ортақта бір жерде. Мен саған мырзағын айтып жатырмын ғой, барлығы осы қуанышта. Біз негізі 60 жасқа келдік дейміз ғой, мысалы. Мен келген жоқпын әлі. Келгендер бар. Келгендер бар да. Келгендер бар. Бірақ сендер совсем кәрісіңдер бар. Сендер жасыңдар мен, жасың. Мен әлі жап-жас жігіт мен. Иә, ол өзі. Сен қайдасың? Сен күлме 60 жасқа келдің. Сен шалсың. Менің алдымда шалсың. Сондықтан шеге қуана берме. Айналайындар, біз 60 жасқа осы бүгін көз жұмып ашқанша келеміз деп ешкім ойлаған жоқпыз. Кеп қалдық. Көз ашып жұмғанша. Біздің ғұмырымызға, осы өмірімізге жаңағыдай айтамын ғой, ойын оңай уақыт келген жоқ. Өсіп өнді, көтерілді, өзіміздің әр өскен дәрежемізге байланысты абыройымыз бар. Туған туыстарымыз бар, құда-құдаларымыз бар, ортақымыз бар. Әр ортада, әр неде осындай үлкен бір дәрежелі болып жүріп қойсақ, айналайын дәреже өсе берсін. Сен жаңа пенсияда неғып отқандар байқап отырмын ғой, келді. Кім қалды? Айтшы. Жоқ, кім қалды? Сен пенсияға шықты ұмыт болды ба? Кәні? Жоқ. Жоқ, сондықтан айтамын да, иә. Кәні бар ма? Бар ма? Қалған адамға? Бар ма? Бар ма? Мен ол соғыс кісіге
сізге рахмет айтамын. Сондықтан әркім сыйлаған қолы дейді. Айналайын, біз